соңына дейін қараңыз. Біздің қайсар мінезді батыр хандарымыз елді қалай басқарғандары, таққа қай жылдары отырғандары туралы айтылған. Менің атым Керей. Біз Жәнібек екеуміз қазақ хандығын құрдық. Біз Керей екеуміз қазақ хандығын құрдық. ұбт-да келет, жаттап жүріңдер. Мен Керейдің баласы Бұрындықпын. Әкемнен кейін таққа отырдым. Қазір Созақ түбінде соғыстамын. Бәрі сендердің жағдайларың үшін ғой. Мен Қасым ханмын. Қасқа жол заңымен тарихта қалдым. Заңым тәртіп, ісім үлгі. Ұмытпаңдар, жаттап жүріңдер. Мен Тайыр хан ел билеуге қабілетім төмен. Әскери, саяси және елшілік істерге олақ адам болдым. Ел билеу оңай емес екен. Тарихта бір жыл ел билеп хит болған Бұйдашхан мен болам. Лекин ұйықтап тұрғанша уақыт өтіп кеткен ғой. Сол үшін көп рилс көре берей, тарих жаттаңдар. Тоғым аталарыңның жоңғарлармен соғысып қолы тимен жатыр. Бұл да индийский кино сияқты бітпей кетті ғой. Оған дейін мені Қамбарағайдың сабағында әңгімелей тұрыңдар. Хақназар аталарың қазір бос емес. Далада бір қолымен Ноғайды келісімге шақырып, екінші қолымен елдің шекарасын бекітіп жүрмін. Сондықтан мені кітаптан оқи тұрыңдар. Мен Шығай хан қысқа мерзім билік жүргіздім. Уақыт аз болса да елдің бағытын бұзбай, тізгінді Тәуекелге тап тұйнақта етіп өткізіп кеттім. Мен Тәуекел ханмын. Мәскеумен алғаш дипломатия бастадым. Ол кезде де көршімен соғыспай сөйлесіп шешу ақылдырақ екенін көрсеттім. Мен Есім ханмын. Заңды жаңартып, ескі жолды шығарып отырмын. Бұдан кейін далада кім не істейді, бәрін реттеп отырамын. Мен Жәңгір ханмын. Санымыз аз болса да рухымыз биік еді. 600 адаммен жоңғарларға қарсы соғыста жеңіске жеттік. Мен Жәңгір ханның ортаншылы Тәуке ханмын. Есім ханның немересімін. ұбт-да келіп қалуы мүмкін, жаттап жүріңіздер. Мен Абылай ханмын. Қазақ елінің тәуелсіздігі үшін күрестім. 300-дің бірлігін сақтадым. Мен Кенесары хан. Ресей отаршылдығына қарсы ұлт азаттық көтерілісті басқардым. Қазақ елінің тәуелсіздігі үшін күрескен соңғы ханмын.